Өткен күндер кетті ғой, келмес қайта, өмірің зырғып өтіп жатыр байқа. Оқимын намаз ертең деп жүргенде, ертеңге жетпей қалып, жүрме байқа. Мешіт біткен азанын айта-айта, шақыруда намазға қайта-қайта. Құл болып қу нәпсіңе жүргеніңде, парызың қарыз болып жатыр байқа. Хақ пайғамбар өсиет айта-айта, намазға бекем бол деп қайта-қайта. Бұл дүниеден намазсыз өткен жанды намаздан сұрайды деп байқа. Ақиқатында бұл өлеңді шариғатымызға негіздей отырып жаздық. Ардақты да сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбарак өсиеттерінің бірінде адамзат баласы қиямет күні ең бірінші намазынан сұралады. Кімнің намазы бар болса, оқылған болса, қуанышқа кенеледі, жәннатқа кіреді.